Баршаңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай өте нәзік және дәмді шығатын Наполеон тортының рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізде мұздатқышта тұрған өте мұздай 72% сармайымызды үпкіштен өткізіп, онымен араластырып, крошка жасап аламыз. Өте мұздай болу керек. Енді мұздай су, жұмыртқа және алма уксусы тұзымызды араластырып, крошкамызға құйып, қамыр илеп аламыз. Көп қатты мышып илеудің қажеті жоқ, майымыз еріп кетуі мүмкін. Қамырымызды біріктіріп алсақ болды. Қамырымыз жақсы шығу үшін мұздатқышқа жарты сағат 40 минутқа салып қоямыз, пакетке салып. Енді крем жасаймыз, қамырымыз дайын болғанша. Ол үшін бізге жүгері крахмалы, қант, 2 дана жұмыртқа, сүт барлығын құйып, араластырып, орташа отта крем қайнатып аламыз. Кремімізде түйіршік пайда болып қалмас үшін осылай үздіксіз қозғап отырамыз. Креміміз дайын, бөлек ыдысқа құйып, жақсылап суытып қоямыз. Қамырымыз дайын болды, менде жарты сағат өтті. Енді осыны 8 бөлікке бірдей етіп бөліп аламыз. Қамырымыздың майы еріп кетпес үшін тоңазытқышқа салып қойып, бір-біреуден шетінен алып, жайып шығатын боламыз. Өзімізге ыңғайлы болу үшін осылай пергамент қағазына қойып жайып аламыз. Онда қалағаныңызша көбірек сала беруге болады, өйткені жабысқақ болады май болғандықтан. Жұқа етіп жайып алып, осылай форманың көмегімен дөңгелекше етіп кесіп, шанышқыменен бәрін тесіп шығамыз, ісіп кетпеу үшін. 8-10 минутта пісіп шығатын болады. Енді кремін дайындаймыз. Бөлме температурасындағы 82,5% сармайымыздың үстіне қайнатпалы кремімізді салып, барлығын араластырып, үстінен қоюлатылған сүт, яғни сгущенкамызды салып, барлығы бір келге болғанша араластырып аламыз. Майымызбенен қайнатпалы креміміздің температурасы бірдей болғаны жақсырақ болады. Бізде осындай өзін ұстайтын әдемі крем шықты. Корждарымыз дайын, барлығы айналасы қалған жерінде үгітіп бетіне себетін боламыз. Енді кремін жағамыз. Осылай четканың көмегіменен жағып аламыз. Менде каналымда 2 кремнің рецептісі бар. Өзіңізге қалаған кез келген кремнің түріменен қолдана берсеңіздер болады. Қатты қалың етіп жақпаймыз. Осылай четканың көмегімен ғана жағып шығатын боламыз. Барлық ингредиенттерді төменге описание бөліміне қалдырып кететін боламыз, грамдарымен жазып. Барлығын жағып шықтық. Кремнің енді үстінен бір басып шығамыз, өйткені крем жаққан кезде ешқандай баспай корждарды жағып алғанбыз. Енді үстіне және айналасына крем жағып, үстінен үгітілген корждарымызды барлығын сеуіп шығатын боламыз. Мен тек қана осылай ғана қалдырамын. Қаласаң өздеріңіздің қалауыңыз бойынша жеміс немесе шоколадты тәрізді қойып сәндеп шықсаңыздар болады. Менің корждарымның үлкендігі 24 диаметрлік формамен кесіп алдым. 24-пен кескенде піскен уақытта кішірейіп шығады, кішкене, сондықтан үлкендеу қылып кесіп алсаңыздар болады. Дәл осы жерде шамамен 22 диаметрлі болып шықты менде. Өте ерекше, дәмді, хрустящий, нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қаласаңыз тіпті дәл осы рецептіменен пісіріп, сатып, табыс табуға да жақсы болады. Олай болса, баршаңызға сәттілік. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.